Жең тігісі бұл басқаша болады. Ол үшін біз осылай мынандай теріс жағынан қойып, осы жерді тігіп шығамыз. Соңға шейін тігіп шықтық. Енді мына бетінен 0,1 мм тігіп аламыз. Мұны көрсеңіз осылай тігіп алдық. Енді бұны бұлай қайтарғанда, мұна осылай қайтарылады. Мұны көрсеңіз кантигі осы жақта тұрады. Бұны біз үтіктеп алуымыз керек. Мұны осылай үтіктеп алдық. Енді мен қолымнан баса салдым. Мұна матам қатқыл. Мен әтеге көрсетуге, сіздерге осындай мата алып көрсетіп отырмын. Енді бізге осыны алып, бұлай тігіп шығамыз. Осылай тігіп шығуға болады. Бет үстінен 1 мм-ден әзір мен тігіп шығамын. Менікен қара жіп болып тұр. Жіп ауыстырып қоюға да болады. Әлі сәнді үшін қалса да әдемі көрінеді. Тігіп шықты. Енді осы жеңді алып, бір-біріне қабаттап, мына жерін тура келу керек. Тігістері осылай қойып, тігіп шығамыз. Қазір закрепкі бермей тігіп шығамын. Кейде тура болмай қалуы мүмкін. Сөйлеуде тура болмай. Тігіп алдық, енді артық жайларын бәрін кесіп тастаймыз. Міне бұны қарасаңыздар, мұнда ешқандай тігіс жоқ, мінерде көрінбейді еш нәрсе. Мұнағы да өте әдемі болып тұр. Енді аударып көрсетейін. Міне сіздерге екі түрлі жең көрсеттім. Мынандай қыпта тігуге болады, және тура осылайда тігулеріңізге болады.